Кемақыл, сен маған хабарлас, или телефонды бер 8778 312 3309. Басың бар болғыр, соғызы биллях, шайтан. Сен қараңғылықта алып қалдың ба, басқа ма? Сен хабарлас маған. Мен саған көрсетейін. Немене деп аузыңа келген оттап отырсың? Қарындас дегенге біле. Сен Бекболатын шатастырып отырсың ба мені нақ? Мен дін намаз оқысам мен өзім үшінмін. Сендер үшін оқымаймын. Я болмаса жаңағы басқа да атағым, абыройым үшін оқымаймын. Аллах тағала әйтеуір кешіре көрсін деп сен сияқты біле елдің орамалына жармасып, қыздардың көтін ашқанға мәз болып жүріп біле саныңды ашып жүрген сен сияқты ауызы биллях шайтан. Мен хабарлас 8778 312 3309. Болмаса телефоныңды жібер. Бір емес көкпар туралы 3 пост жазған, Бекболат маған десен қуырып жай. Ауызы биллях. Бірақ Бекболаттың қазаққа айтқан, қазақ үшін жасағандар жасаған ба біле? Оңғасында сен мен түкте жасаған жоқпысың. Көкпар деген вообще жоқ еді ғой, өшіп қалған нәрсе еді ғой. Соған бір емес 3 пост арнап жазғаныңа біле ашуланып жазып жатырмын. Сен гена анау мына деп шатастырма деп. Сен жанашыр едің ғой, керемет. Көкпарға неге жеңілеміз қырғыздарды, неге үйтеміз деп сондай мақсатта айтып отырмын. Сен хабарласшы маған. Жопу пальцем не путай. Бер телефон болмаса. Мен сен білен қаншама посттарың, мен риза болатын посттар да бар, риза болмайтын посттар да бар. Біреуін қойшы әйтеуір, қыз бала ғой деп сабыр сақтап келгем осы уақытқа дейін біледі. Не деп ұрбыңдап отырсың, ауызы биллях. Аузыңа келгенде оттаған еліп, мен сен қарындас деп жақсы да жаман посттарыңды қарап отырып, кейде біреуіне риза болып, біреуіне түңіліп, бірақ әйтеуір қазақтың қызы ғой деп қана қатты айтпайыншы деп отырғам. Не деп боқ жеп отырсың, ауызы биллях, шайтан. Тас қасырда қалып қалған ми деп. Миыңды ұрайын, ебана в рот, хабарласшы маған. Ауызы биллях. Біреумен путать етіп отырсың ба, Бекболатпен ба, басқамен ба? Сен қарындасқа күш көрсетті, үйтіп сөйледі, бүйтіп сөйледі деп тағышына не алып отқанса, білейін, сенде қарындасын тіліңді суырып, басқаша қылу керек сенде қарындасына. Путать етпе, дұрыс нәрсені дұрыс деп қабылда біле. Кайфуй по себе.